Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бұл каналда Pythonға байланысты кіріспе сабақтар болады. Бүгін бірінші сабақ Codeforces платформасына тіркелуді және қалай қолдануды Pythonға бірінші кіріспе сабақ болады. Бірінші Google'да Codeforces платформасына кіреміз. Сосын тіркелуді бастаймыз. Мен мына жақта жазып дайындап қойдым. Мына жерге өздеріңіз аттарыңызды жазасыздар. Handle, мына жерге Gmail, мына жерге пароль, регистрация жасаймыз. Енді мына жерде бізге неге келеді, хат келеді Gmailға. Міне біз Gmailға кіреміз. Gmailда бізде Codeforces'тан не келеді, сообщение, біз неміз керек, растауымыз керек. Codeforces аккаунтымызға кірдік. Енді мына жерде біз архивқа кіреміз. Сосын запуск. Осы жерде платформаның осы жерін көп қолданамыз. Мына жерге код жазады, мына жерге тест береді, мына жерге тесттің ответін шығарады. Біз Codeforces аккаунтына тіркелдік. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Input деген бізде не? Бұл қабылдап алады бізде берген мына жақта айнымалы. А деген айнымалыға біз мына жаққа 5 деген санды берейік. Ол қалай? А 5-ті өзіне қабылдап алады. А тең 5 болады бізде қазір. Запуск жасасақ, ештеңе шықпайды. Неге? Бізде қабылдап алдық, болды, басқа ештеңе істеген жоқпыз. Енді print жасасақ, 5 шығады. А-ның нешеге тең екенін шығарып беріпті. Print деген бізде айнымалының нешеге тең екенін шығарып тұр. Енді мына жерге біз тайпын көрейік, типін А-ның. А-ның типі бізде string. String ол бізде әріп немесе сөз. Әріп сөз. Енді біз бұл әріп сөзді санға қалай айламасақ, екеумізде 5 деген ол әріп емес қой, сан ғой. Оны санға айламау үшін int дейміз сыртына input'тың. Енді 5 бізде int. Int деген бізде ол сан. Сан мен әріптің айырмашылығы қандай? Неге әріп қабылдап алмаймыз дегенде мынандай нәрсе бар. Қазақшада мысалы бізде асқар деген әріптен тұрады, әріптен және сөз. Және сан бар, сан ол бізде мысалы 143, 123, ол бізде сан. Біз асқарға 123-ті қоса аламыз ба? Қоса алмаймыз ба? Екеуі біреу әріп, біреу сан. Немесе тура осылай санға әріпті қоса алмаймыз, Мысалы бізде енді қазір мынау input болып берсін, 5-ті string ретінде қабылдап алды. Енді біз мына санға бір қосқымыз келіп тұр. А қосу 1. А деген бізде string, ал 1 деген бізде сан. Әріпке санды қосамыз, ол бізде болмайды ғой. Запуск жасасақ, мына жақта бізде ошибка береді. Stringқа санды қосуға болмайды. Екеуінің типтері екі түрлі. Енді біз оны қалай істейміз? Мына жерде бағана айтқанда int деп жазамыз. Мына жерде қосылды. Неге? Өйткені бізде А-ның типі санға айланды. Бір ол сан. Санға санды қосқанда сан шығады, Ал енді біз санға әріп қосайықшы. Мына жерде асқар. Мына сөз или. А деген бізде int қой. Енді оған асқарды қоссақ, ошибка шығады, өйткені біреуі сан, біреуі string. Енді мына жерде біз егер алып тастасақ, int'ті 5-ке асқарды қосады, не шығады? 5 асқар. Енді бұл екеуде string болған қосылды. Егер екеуде string болмағанда қосылмаушы еді. Енді біз амалдарды өтейік. Бізде амалдар бар Python'да. Бірінші амал
бөлу қалдық болсын. Сосын бөлу көбейту. Бізде 4 амал бар: қалдық, бөлу, бүтін бөлу және көбейтудің айырмашылықтарын көрейік. Бірінші, біз амалды қолдану үшін бізге сан керек қой. Input деген бізде string қабылдайды. 5 бізде string болып тұр. Значит, оны санға айландырамыз. Мына жаққа а-ны жазайық. А қалдық 2 болса, 1 шығарып тұр. Неге? Бізде мынау процент қалдықты береді. Мына жақта жазайық. Бізде а тең нешеге? 5 қабылдап алды. А тең 5-ке, иә. Енді а қалдық 2 дегенде, ол бізде 5-ті 2-ге бөлгенде қалдығын шығарып береді. Біз 5-ті 2-ге бөлсек, 5-тің ішіне 2 рет түседі. Сонда қалдығы 1 қалады. 2 қосу 1, 5 болады. Бұл қалдығын шығарады. Мысалы, мына жерге біз 5-тің өзін берейікші. А-ны 5-ге бөлсек, қалдығы 0. Неге? Өйткені 5-ті 5-ге қалдығы ол 0. 5 5-ге 1 рет түседі, болды. Енді мына жерге басқа сан берейік. 10. 10-ды 5-ге бөлгенде қалдығы 0. Өйткені 10 5-ге бөлінеді ғой. А егер мына жерде біз 3 берсек, 10 3-ге бөлгенде қалдығы 1. 10 бөлу 3. Бізде қалай 10. Сосын 3 рет түседі. И 1 қалады, қалдығы. Математикада сияқты бөлген кезде қалдығы қалады. Бізде қалдығы осылай жұмыс істейді. Енді бізде бөлу бар, жерге бөлу жазайық. 10 бөлінген 3. 10 3-ке бөлсек 3 бүтін бай кете береді. 3 соңында бай 5 болады. Мына жерде мынау артында нүктеден кейін несін шығарып береді, сандар. Мысалы 3 бүтін бір нәрсе деген сияқты ұзақ. Біз 5 десек, қалай болады? 10-ды 5-ге бөлгенде 5 бүтін 2 бүтін 0, 2 бүтін мысалы 10-нан 0 деген сияқты. Мына жерде 10-ның өзін берсек, тоже солай. 1 бүтін 0. Енді сонда бізде не істеп тұр? Мына 10-ды мысалы бөлсек 3-ке 3 деп шығара береді бөлгенде. Калькуляторда бөлгенде сияқты 3-ті 10-ды 3-ке бөлгенде осындай ұзақ сан шығарады, сол сияқты. Енді бізде сонда бұл жай бөледі. Енді бізге андай бүтін бөлігін шығару керек болса, мысалы 10-ды 10-ға бөлгенде бүтін бөлігі 1 ғой. Енді біз 2 сызық қоямыз. А-ны 10-ға бөлген кезде бір шығып тұр. Неге? Өйткені 10-ды бөлсек 10-ға, ол тең 1 ғой, бүтін бөлігі. 10-ға 1 рет түседі. Мысалы, тағы айтайық, мына жерге 3 жазайық. 10-ды 3-ке бөлсек не шығады? 3 шығады. Неге? Өйткені 10-ды 3-ке бөлсек, бүтін бөлігін шығарады. 10-ның ішіне 3 неше рет түседі? 3, 1, иә. Бағана ана жақта біз қалдықты көрдік қой. Қалдығын шығарды мына жақта. 10-ды 3-ке бөлген мына қалдықпен. Мына жерде бүтінін шығарады. Мына жерде 3 неше рет кездескен? 3 рет кездескен, бүтінін шығарып тұр. Егер мына жерге біз 4 десек, 14-тің ішіне неше рет түседі? 2 рет, иә. Өйткені 10-ды 4-ке бөлсек 2 шығады. Енді 10-ды былай. Оның ішіне 4, 2. 2 рет түседі, 4, 2 қалдық. Мысалы, жерге қалдық жасақ.
2 шығарып тұр, иә. Енді тағы не істеуге болады? Бізде көбейту бар ғой. Мына жерге көбейту жазайық. Тура мына үшеуін түсінікті болса, төртіншісі сондай ғой, көбейту. А-ны 4-ке көбейтсек, А бізде 10-ға тең. 10-ды 4-ке көбейтсек 40 шығады, иә. 2-ке көбейтсек 20 шығады. Енді ол түсінікті ғой. Мынандай нәрсе. Бізде көбейту, бөлу. Осы 4 амалды қолданады питонда. Есеп шығарғанда көбінесе басында. Көп есептерде. Енді есеп шығарып көрейік мына заттарға. Мысалы бізге SMP-ден есеп қарайық. X сан беріледі, А, Б. Екеуінің қосындысын шығару керек бізге. 2 мен 3-ті береді, қосындысы 5 шығару керек. Input, output. Input, output деген не? Input деген бізде қабылдап алатын жер. Мынау input бізде. Output мынау. Мына жерде ответ шығу керек. Бізде 5 шығу керек, мысалы. Енді бізде int input деді, иә. Біз егер осылай жазсақ, ошибка шығады. Неге? Өйткені бізде int input деген бірақ айнымалын қабылдайды. Бізге 2 айнымалын қабылдамайды. 2 айнымалы тұр ғой. Егер жерге біз 3 тауып тастасақ, 2-ні қабылдап, мына көбейтіп жіберіп тұр, иә. 2. Егер біз жерде input десек, input 3 деп жазсақ, былай. Бізде 2 мен 3-ті қабылдайды, бірақ былай қабылдайды. Қараңыздар, тең мынандай стринг айлан кетті, 2 арасына ашады 3. Арасында бос жерді қабылдап алды. Мына жерде стринг қабылдап тұр. Мына үшеуі. Соны шығарып тұр. Енді егер мына жерге біз split дегенді қолдансақ, мына жерде ошибка шығады шығар қазір. Екеуін бөліп берді. Мен бұны А-ны 2 арасындағы ашық жерді бөліп берді, 2 мен 3-ті. Енді 2 мен 3-ті А-ға тең болып тұр. Енді бұны біз өтірі қоямыз, ағаны жаңа Б. Бассақ, А бізде 2-ге тең болып кетеді. Неге? Өйткені жерде мына сплит бөледі 2-ге, мына екеуін. И бірінші 2-ні А-ға теңестіреді, 3-ті Б-ға теңестіреді. Мысалы А бүтір Б десек, сплит бізде бөліп береді екеуінің арасын. 2 мен 3 шықты, иә. Егер біз 2 мен 3-ті қоссақ, былай, мына есептегідей. 20 шықты. Неге? Өйткені бұл екеуі әріп ретінде қабылдап тұрды. Input демізде стринг қабылдайды ғой. 2 мен 3 стрингті екеуін қоссақ, 23 стринг пайда. Бізге екеуін санға айландыру керек. Ол үшін біз мына жерге былай int деп жазсақ, бағанағы сияқты. Бізде ошибка береді, иә. Қалай екеуін санға айландырсақ болады. Ол үшін бізде map деген не бар. Map деймізде int отыр. Map деген бізде int-ті бөлінген инпутқа бөлінген 2 стрингті санға айландырады мына жерге. Мына жерге мысалы біз басқанша жазсақ, float десек, или не бүтін емес сан десек, соларға айландырады. Енді екеуін санға айландырды, 2 мен 3. Екеуін қосындысы 5. Map деген бізде int-ті инпутқа қабылданған 2 санды әріп санға айландырады. Солай. Не есеп шықты, иә, бізде. Значит, бізде map деген бізде не істейді? Мына жерге біз 3 сан қабылдасақ болады, мысалы. 3 сан жазып, 3 сан жазуымыз керек, 4. 5. А қосып 5, иә, С бар. Егер С-ны қоссақ, мына жерге 2 қосып 3 қосып 5 қанша бізде 10, иә. 10 шығады. Егер мына жерге біз С жазбай 3 сан жазсақ, ошибка береді. Өйткені бізде 2 айнымалы қабылдай алады мына жерде. Біз 3 айнымалы беріп тұрмыз. Сондықтан мына жерге егер неше айнымалы сұрап тұрса, сонша айнымалы беруіміз керек, сан сұрап тұрса. Есепті біз жіберейік. Жібереміз. Питон таңдаймыз тілге. Python.
отправить. Тексеріліп жатыр. Тексеріп есеп өтті. Басқа есепте шығарып көрейік. Мына есепті оқып көрсеңіздер болады, сосын шығарып көрейік. Видеосы оқып есептің берілгенде бізде былай бірден қарасақ, бір сан беріледі, соның квадратын шығару керек та. 75, 75-тің квадраты, 4255 соның квадраты. Есепті өзіңіз оқып шығарсаңыз болады, бір рет асықпай. Мына жерде input бізге 5, output 23 шығу керек, иә? Сонда қалай? Мына жерге 5 береді, мына жаққа outputқа 23 шығару керек. Біз не істейміз? Бірінші бір сан ғана қабылдаймыз, иә? Map керек емес бізге. Input санға айландырып аламыз, алған нені. Енді квадратын қалай шығаруға болады санның? Санның квадратын, мысалы, 5-тің квадраты ол 5 көбейту 5 қой. 25, иә? Значит, біз А-ны 2 рет жазамыз, иә? Көбейту деп өзіне. А көбейту А. Жазсақ 25 шығып тұр. Басқа тесттарды алып көрейін, 75. Шығып тұр, иә? Сонда санды қабылдадық, өзіне көбейттік, квадратын шығардық. Мына жерде квадрат десе, кубта тапсаңыздар болады егер сондай есеп болса. Санның кубын тап десе, А көбейту А ғой. Енді егер бұлай жазып отыру ұнамаса, бұлай жазуға болады. 2 рет көбейту 2. 2-нің 2 дәрежесі. А-ның 2 дәрежесі. Мына жерге мысалы 3 десек, 3 дәрежесін шығарып береді. Егер солай шығарсаңыздар да болады. Есеп шықты. Бізге бір сан беріледі, соның соңғы сан шығару керек. Есепте мысалы 5 берілді. 5-тегі соңғы сан бізде 5, иә? 273 соңғы сан бізде 3. Мына жерде қалай есепте? Бұл жерге біз жарайды, мына жаққа жазып көрейік. Шығару жолын. Бізге бір сан берілсін, көйтайын деген. Мысалы 123. Біз оның соңғы санын қалап шықсақ болады. Бұл жерде біз қалдық қолданамыз. Қалдық. Процент. Мысалы біз 123-та қандай процентке бөлсек, соңғы санды алып шығамыз әрқашан. Мысалы, басқа да тест болса, мысалы, 12 болса, 12-ні бір қалдыққа бөлеміз, 2 шығу керек. Немесе тағында тест бар. 100 болсын, не? 100-ді қалдыққа бөлеміз бір санға. И соңғы сан 0 шығару керек. Ойлап қарасақ, 10 келеді. 10-ға бөлсек, мынау 12 ондығы бар, 120. Мына жақта бір ондығы бар. Мына жақта 10. Енді 100-де 10 рет бар, иә? Қалдығы мынау 0 қалады. 0, 3, 2. Біз кезген санды 10-ға қалдыққа бөлсек, соңғы санды алып береді. Математикада да бөлсек, 143-ті сіздер былай бөлесіздер, мысалы, соңғы санды алып шығу керек болса, 143 бөлу 10 десек, бірден береді. 4, 3, 4-тен береді. 3, мынау қалдық қой, міне, көрдіңіздер ме? Математикада сияқты ғой, 143-ті 10-ға бөлсе, қалдыққа 3 шығарады. 123-ті бөлсе, 3 шығарады, мысалы. Сонда біз не істейміз қандай? Біз бір сан қабылдап аламыз, n деген input. Сосын соны жай принтта n қалдыққа 10 тең болады соңғы сан.
оны жазып көрейік. Бірінші біз санды қабылдап алдық мына жерге, мысалы 123 болсын, иә. Енді соның соңғы санын шығару үшін қалды 10, иә. 3 шығып тұр. Жерге басқа сан берейік. Мысалы 1001 болсын ше. Соңғы саны 1, иә бізде. Соны біз кез келген санды 10-ға бөлсек қалдық 10 шығарады. Тесттер. Biz ойлан қылдым. İşte bize қабылданды, иә. Келесі есепті қарап көрейік. Бізге бір сан беріледі, соның ондығын табу керек. Енді екінші сан табу керек қой. Ондық. Енді ондық қанша? 2 рет па, иә? 23 дегенде 2. 46 дегенде 4. Соңғы сан емес, екінші сан артынан санаған кезде. Оны қалай шығарамыз? Біз білеміз, иә, соңғы санды қалай табуды, иә, уже. Ана жерге бір n деген сан берілсін, иә. N бағанан 123 болсын. Енді біз n-ді қалды 10-ға бөлсек 123, қалды 10-ға бөлсек 23 шығады. Енді 23 шығады, кешірімсем. Бізге енді n-ді бір қалдық санға бөлеміз. Сонда бізге 23 2 шығару керек. Бірақ 2-ні бірден шығара алмай шығамыз. Сондықтан әзірге былай істесек болады. Біз бірінші 23-ті тауып алсақ, 23-ті. Сосын содан 2-ні шығара саламыз. Немесе енді бір нәрсеге бөлеміз, или қалдыққа, или не қылған кезде, амал орындаған кезде 12-ні шығару керек. Сосын 12-ні соңғы санын қалай шығарамыз? Қалдық 10-ға бөле саламыз, иә. Сол жолды қарастырып қойшы. Бізге 12-ні қалай шығарсақ болады мына жерде? 23-тен. Ол былай қараңыздар. N 2 бөлу 10 тең болады 12. Мысалы қараңыздар, 123 бөлінген 10 қанша? 12. Неге? Өйткені 10 123-тің ішіне 12 рет сыяды. Ана 3 қалдық қалды. Біз бағана істегенде 23-ті 10-ға бөлген кезде, егер былай бөлетін болсақ, қарапайым бөлсек, мына жерде 10-нан 12 штук пайда болады, значит. Осы 3. Сонда бізде егер жай x-сықпен бөлсек, бүтін шығаратын болсақ, 123-ті 10-ға, сонда 12 шығады. Любой n деген санды бүтінге бөлсек 10-ға, ол соңғы санынан басқасын бүкіл шығарады. Ол қалай? Мына жерде мысалы 1248 берілсін, иә. Оны 10-ға бөлетін болсақ, бүтінге бұл бізде 124 шығарады. Соңғы санды алып тастайық десек болады. 10 мына ішінде 124 рет сыяды. Оны мына жақтан тексеріп көрсек. Жерге 1000 тұр, иә. 10-ға бөлсек, бізге алдың 3 сан шығарып береді. 100. Енді сұрақ. Мынаның бізге соңғы санын қалай алып шығамыз? Бағана есептегі сияқты 123-ті қалды 10-ға бөлеміз. 124. Сонда бізде қанша шығады? 4 шығады. Қалдығын шығарады. 4. 124. 10. Тең 4. Сонда біз не істейміз? Бірінші n деген санды
неге бөліп аламыз? 10-ға бүтінге. Сосын оны қалдық 10-ға бөлеміз. Енді бізде жауап шығады екіншісі. Осындай формула. Любой n деген санға жазып көрейік мына жақта. 10-ға бөліп, енді тағы қалдық 10-ға бөлеміз. Бізде ол 0 ғой. Мына жерге мысалы 2 жазып қойсам, 2 шығарып тұр. Тексеріліп жатыр. Рейтинг. Қабылданды. Өткен тақырыпқа байланысты есептер шығарайық. Мен үй жұмысына тапсырма берейін. Контест. Мына ссылка бар. YouTube-тың астына ссылкаға қойған. Комментарийға бұл жерге кіреміз. Мына жерде ссылкамен кіресіздер. Мына жерде типте участник деп кіресіздер. Python кіріспе деген группа. Тіркелесіздер. Войти. Есептер тұрады. Мысалы бірінші сеп АБ. Бағана бірінші сеп қой. Мына жерде запускқа кіресіздер. Мысалы кодын жазамыз. А қосылу Б. Сплит. Есепке барамыз. Есепке кіреміз. Ата слайд. Есептің кодын мына жерге жазамыз. Мына жерге тіл таңдайсыздар. Python PyPy 3.9.10. Есеп таңдаймыз. А есебі ғой. Мына жерге мысалы басқа есеп таңдасақ, мысалы B-ны таңдасақ, А-ның коды болса жіберсек, бізде ошибка шығады мына жерде. Сондықтан қай есептік соған жіберу керек. А-ны таңдаймыз. Мынаны өзгертіп жіберейінші. Мына есепті мен жіберіп қойдым ғой бағана. Мына жерде есеп қабылданды. Осылай. Менде есеп бар, бір 12-13 есеп бар, соны жібере бересіздер. Есеп дұрыс шығармасаңыздар, осылай қызыл болып тұрады. Есеп берілгені инпутқа не қабылдайды, мына сандар. Сосын мына жерде шығарасыздар есептің жауабын. Инпуттан 2 сан астасына тұрса, мен соны мысалын айтпақпын ғой. Ол былай болады. Мысалы бізге 2 сан қабылдау керек, мапта біз бір линияда қабылдаймыз ғой, 1, 2, 3 деген сияқты. Егер 1 және 2 есепсіз маппен қабылдай алмаймыз, оны астына жазамыз. Мысалы b тең input. 2 санды астасына қабылдайды. А тең 1-ге, b тең 1-ге, 2-ге. Мына жазсақ. Екеуін жеке-жеке шығарады, сосын қосындысын шығарады. Блин, код көрсетейді ма? Екеуін қабылдады. Мына жерге А тұр Б. Шақшаң жаппай кетіп. 1 мен 2 шығып тұр, екеуін қабылдады. Астасына болса. Астасына жазастыр. А-дан кейін Б. 3 сан қабылдайтын болса, үшіншісіне жазастыр. Мына жерге үшінші айнымалы жазастыр. Айнымалдың аттары бірдей болмау керек те негізі. Егер айнымалдың аттары бірдей болса, ол дұрыс болмайды. Сондықтан әртүрлі айнымал жазады. С, Б, С, А, Б, С. Егер С-ны жазса, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Осылай. Есепте 2 сан солай қабылдайсыз, астасына и кодын жазасыздар, и шығарасыздар. Тиімдер.